Сәлеметсіздер ме? Мен Сәлиева Сеткүл, 30 жылдан аса еңбек еттім. Шығыс емінде және қазақ емінде, батыс емінде. Бүгінгі видеомда мысалы мен массаж курсын өткіземін. Сол кездерде жалпы адамдарды емдегенде шығыстың методикасы бойынша мына омыртқаның екі жағындағы точка арқылы емдеймін мен көбінесе. Сондықтан осы арқаға, ең алдымен арқаға массаж жасап ем жасаймын. Мінекей кәнекей, массаж жасаймыз кәнекей. Мінекей, массаж жасап біттік. Бүйрекке массаж жасалынбайды. Бүйрекке тек қана қолдың жылуын ғана жібереді. Өйткені бүйрекке қатты қозғап массаж жасауға болмайды. Сөйтіп мына адам терісі көбінесе әйелдер болсын, еркек болсын, алдыға қарата іштері өсіп кетеді. Сондықтан мына іштерін арқаға қарата жинаймыз. Bir жағы мына омыртқа сүйек бізде мышцаны қатты ұстап тұру керек. Бұл столбы ғой адамның, кәдімгі адамның бойын бәрін алып тұратын столбы. Сондықтан омыртқаның екі жағына массажды жасап алып, содан кейін барып, жаңағы жан жағының барлығы керекті массажды жасап біткеннен кейін, мінекей массаж жасап біттік дейміз енді. Біттік дейміз де, енді қазір ем қолданамыз енді. Не қылмысы болды? Мінекей массажын қазір мына мускулмен массаж жасау дейміз. Адамның тұяң жеңдері, желдері, қазақша айтқанда, соны мына банкімен сорамыз. Омыртқаны бойлата, осы бәңкілерді қоямыз. Мына бәңкілерді қою себебіміз, мысалы, адамның арқасындағы нүктелер арқылы, адамның жаңағы ин деп айтамыз көбінесе, біздің оқығанымыз бойынша, жел ішкі суықтық пен сырттағы энергия мен ішкі энергияны тұтастыратын дүниелер бұның барлығы, инемен қатар. Сондықтан мына банкілер негізі кейін шықты бұлар. Осыменен дененің барлығын жаңағыдай мускулменен массаж жасап алып, одан кейін барып, өстіп банкіні біраз уақытқа қойып қоямыз. Бұл мына адам бойындағы мына нүктелер арқылы, бұны қалай болса қойылмайды, нүктеге қойылады. Нүктелер арқылы жаңағы адам денесіндегі суықтарды сорады. Суықтарды сорып, тіптен адам бірден жеңілдеп жақсы болады. Bir жағы остеохондроз ауруына да жақсы, бірақ мына нүктелер арқылы, мына арқадағы нүктелер арқылы ішкі организм деген дейміз. Адамды көбінесе менің осы 30 жылдық емдеу процесімде көбінесе арқасынан емдейміз деп жаңа айтып кеттім. Арқадағы точкалар арқылы емдейміз. Сонда мына омыртқаның екі жағындағы точкалар, нүктелер бүткіл организмнің қай мүшесі болсын, барлық нүктелердің жаңағы жауап береді. Барлық адамның организміне. Сондықтан осыны мына өзі белгілі уақытта қойып қоямыз. Қойып біткеннен кейін барып басқа емізді жасаймыз.